Ассалаумалейкум. Баян Сапарбек қызы осында ма екен? Қалай білсек болады? Түсінмен. Біз ондай сұраққа не бере алмаймыз сізге. Не үшін осында ғой? Ондай жауап бере алмаймыз, өйткені ол сұрақтардың бәрін ДВД қойса пресс-тұжға. Не үшін? Жоқ, біздер сол Баян Сапарбекті жағдайын білейік деп келе жатыр. Осындай. Еш нәрсе айта алмаймын. Барлық сұрақты ДВД-ға пресс-тұжға. Жоқ, сізде бар жоқтығын айта аласыз ба? Мен ол жағын айта алмаймын. Онда не үшін отырсыңдар сіздер? Егер ақпарат бере алмасаңдар? Мен ақпарат бере алмаймын, сіз ДВД-ға пресс-тұжғаға айтасыздар. Жоқ, бұл ДВД-ге алып келген жоқ, оны сіздерге алып келді. Пресс-тұжғасына барлық сұрақтар мен еш нәрсе айта алмаймын. Не үшін? Сіздер не үшін қойылған онда? Департамент полиции по городу Алматы, Масанчи Калинин перечисленный. Сюда обратись. Оны сіздерге алып келді ғой. Кешіресіз, ат жөніңізді айта саласыз ба? Ат жөніңізді айта саласыз ба? Сажок полицияның көргенін сақтары. Қалай тағы да оқып бересіз? Сажок полицияның көргенін Масат Қаратыл. Қайырлы күн қазақ елі. Бізді бүгін мені ДВД-ға алып барды. Бірінші өңкей полиция қызметкерлерінің басшылары отыратын жерге алып барды. МПС, по-моему, айтылады. Одан кейін неге алып барды? ДВД-ға алып барды. Сонда қойған сұрақтары: кімді қолдайсың, кімді жақтайсың, неге митинг туралы қайдан білесің, 1 июнь күні өткен акцияға не қатысың бар, қандай қатысың бар, кімді қолдап келдің, кімді үгіттеп келдің, сондай сұрақтар болды. Одан кейін 8 рет осы 2022 жылы митингке қатысқан екенсің дейді. Содан кейін тағы да заңсыз мынандай жиындар жасаған екенсің дейді. Ол бізде ешқандай заңсыз жиын емес. Бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарын қолдана отырып біз пресс-конференция өткізгенбіз. Осы қаңтар қырғынына байланысты. Себебі қаңтар қырғында ата-аналарды көбіне қорқыту бар, алдау болып жатыр, тек қана. Ешқандай ақиқатқа жеткен жоқпыз, әділдік дегенді мүлде естіген жоқпыз. Құзырлы органдардың құлақтарынан да, ауыздарынан да ешқандай сөздер шығған жоқ. Сол себепті біз ертең 10 август күні Астана қаласына жиналайық дегенбіз. Ақордаға барып, өзіміздің талабымызды жеткізейік дегенбіз. Біз ол жерде ешқандай бас шығару, көз шығару болайын деген жоқ. Тек қана тәртіпті түрде барып, өзіміздің ақ жаулықты аналар екенімізді жеткізейік дегенбіз. Сол себепті ғой деймін, бүгін ұстап отыр. Білмеймін, енді басқа тағатын кінәлар жоқ болғандықтан сол нелерді іздеп жатыр екен. Видеоларды, менің қатысқан митингтерімнің. Мен айтып жатырмын, мен еш нәрсе жасырған жоқпын. Мен Қазақстанда қандай әділдік орнатамыз деген жер болса, мен сол жердің бәріне қатысамын. Қатысқамын, әлде қатыса беремін. Бізді аңдып, бізге бөлінген ақшаны оданша халыққа тарат беріңіздер. Бір қантты қымбаттатып қойып, қалған продуктыны 2 есеге өсіріп жібермей. Министрлер, депутаттар қант жемейді екен, бишаралар енді. Тек қана бал мен шай ішеді екен. Сіздер бір уақыт қарапайым халықты да ойлаңыздар. Ал әкімдер асфальт жейді, министрлер бал жейді, президент не жейді сонда? Бұлардың жей беретіндері көп екен енді. Сондықтан қарапайым халық еш нәрсе жеп жатқан жоқ. Сол қарапайым халықты да бір уақыт ойлаңыздар. Бұлар не жеп жатыр, не ішіп жатыр, не күн көріп жатыр деп. Себебі халық болмаса сіздер ешкім емессіздер. Мен енді өзімнің тектілігімді көрсетіп, сіз деп тұрмын. Сондықтан сіз деген атқа кішкене лайық болыңыздар, сыйға құрмет көрсетіңіздер, кішкене мына бағаны реттеңіздер. Одан кейін қаңтар қырғыны кезіндегі барлық балаларға тағылған айыптарды алып тастаңыздар. Өйткені ұшып келген 20 000 террорист қайтып ұшып кетеді. Жарайды, Алматыда 20 000 террорист келіпті. Ал басқа қалаларда террористердің көлеңкелері жүрді ма, или духтары жүрді ма, не жүрді? Содан кейін авиационный қарайтын военныйлар, олар айға қарап отырды ма? Сол күні самолеттер қарамай. Террористер спокойно ұшып келеді екен, қайтадан ұшып кетеді екен. Сонда біз не істейік? Ал біз бүкіл талпадан бүгін мысалға бір ата-ананы шығармай қойды аэропорттан. Ал сонда бір адамды талпаның ішінен тауып алған адам, неужели ешкім жоқ жерде 20 000 террористті табамай қалды? Бұл сонда халықты ақымақ қылғаны ма, или өздерінің топастығы ма?
өздерің топас екендерін дәлелдеңдер де, болмаса креслоларды босатыңдар. Халық сұрақтары Нұрсұлтанға бару бармағаныңыз туралы болды. Сен дейді, ұйымдастырып жатыр екенсің дейді. Менің ұйымдастырғаным, шынымен ұйымдастырып жатырмын. Неге ұйымдастырмасқа? Өйткені олар үйде отырған қарапайым халық. Көбіне жас қыздар менен үлкен кісілер, олар еш нәрсені білмейді. Мына погон таққан, форма кигендерді көрсе, зәрелері қашады, мысалға, қорқады. Ойбай, бізді қамап қояды деп. Мысалға, бір үлкен апаға айтыпты, сенің балаң талпаның арасына өлді, енді сен де өстіп өлтіріп кетеді. Сен де қамап қояды. Сөйтсе апа қорқып отыр, мені қамап қойса басқа балалар не күн көреді деп. Сонда топастықтарың дәрежесі білмеймін енді, биікке дейін кетіп қалғаны үлкен кісіні қорқыту. Мысалға, алыс кетпек, менің де үйіме барып 75 жастағы таза көр соқыр деп айтуға болады. Таза су соқыр менің шешемді қорқытқан. Сізді апарып қамап қоямыз деп. Енді мамам қанша дегенмен, мен қызы активист болғаны, мамамның көзі ашық қой. Айтыпты, айналайын, тісім жоқ еден барып кашыңды жеп отырайын енді. Апарсаң апар, қамасаң қама депті. Қызыма бірақ тоқта деп айтамайым. Қызымның жүрген жері әділ. Басқа жағын білмеймін депті. Басқа қара жағын білсең айта қой десе, жоқ енді ол халықты ұйымдастырды ғой депті. Ұйымдастыра берсін деген. Мысалға, сонда милары жетіп, анау 100 бәленбай километр шелекке барған, мысалға, жаңағы менттар дейінші. Ол өтірік нетпей қойын, көлгірсімей қойын, менттар. Сонда мына тұрған вокзалға, екінші вокзалға мен үйіме келе алмап па? Бүгін келді ғой міне, мысалға, Астанаға кетіп баратқанда. Үйтіп, елдің туыстарын қорқытып, елдің жан айқайын пайдаланып кетеміз деп ойламай қойсын. Халықты ашындыра бермесін. 2 қаңтар қайталанса өте қиын болады. Себебі халық уже ашулы. Халықты әбден қанап бітті. Қиналып кетті. Одан кейін мына біз бостандық іскеді неге тұрсыз деп ойлап тұрған шығарсыздар. Жақында күйеуін соттап жіберген Баян деген қызымыз бар. Оның күйеуінің де еш кінәсі жоқ, мысалға. Алдыда тек 6 жылға қамай салды. Оп-оңай. Бір қойды қораға қамай салған сияқты, 6 адамды да сөйтіп 6 жылға қамай салды. Артындағы әйелінің бүкіл шоттарын жауып тастаған, 90 мыңнан аса штраф салып тастаған, 30 МРП дейді, ол 92 мың. Тиынын қосқанда 92,5 мың теңге салған. Енді оның өзін қорқытқан аздай, балаларына да шығып жатыр, балаларын қорқытып. Өзін бүгін Астанаға бармайсың деген себеппен міне алып келген. Қазір біз қарасақ, үйде, мына РУВД-да жоқ дейді. Анасы Баян іштен сообщение жазып отыр, бар деп. Мен осы жерде отырмын дейді. Сода полиция қызметкерлері Баянды осында жоқ деп айтты ма? Жоқ деп өтірік айтып отыр. Не себепті сонда? Біз қашып кетеді деп тұрым екен, біз қазір кетпейміз. Осы жерде керек болса қонамыз, бала шағамызбен, бәрімізбен. Бәрі осы Баянды қолдауға кеп тұрған халық. Қазір тағы да келеді, шақырамыз. Шақыра беру керек. Бәріңлеріңіз көріп отырсаңыздар, келіңіздер. Қорықпаңыздар еш нәрседен. Бір қазақтың қызын қорғай алмайсаңыздар, үйіңізде ыстық шай ішіп отырғаннан пайда не? Тамақтарыңызға тұрып қалады бекер. Лучше келіп осы қазақтың қызын қорғаңыздар. Кешіріңіз, кім боласыз? Бостандық ауданы жергілікті полициясының бастығы майор полиция Альмурат Нұрберген Өтегенұлы. Баян Сапарбек қызы туралы айта аласыз ба? Баян Сапарбек қызы туралы мен қазір ештеңе айта алмаймын. Сұрақ жауап алынып жатыр. Сұрақ жауап алынып болғаннан кейін жіберіледі. Қандай бап бойынша? Ол жағын Қандай мәселе бойынша? неге шыққан, шеруге шыққан бойынша неге прокуратураға. Бізде заңымызда бар ғой шеруге шығу деген. Енді қазір сол бойынша сұрақ жауап алынып, қазір жіберіледі. Саня деген келіншекті де жаңа 7 баласына қарамастан алып кетіпті. Бала шағасымен бірге алып кеткен ғой. Бала алып шағасымен кеткен жоқ бұл, қай Бұл жаққа? қандай Қараңыз, жүйе сіздердің өзі? неге қызметкерлеріңіз өтірік айтады. Жаңа осы жерден кезекшіден де сұрадық, жоқ Баян Сапарбек деді. 2 кісіге хабарлас деді. Қалай қазір алып келді? Біз бір сағат бұрын хабарластық қой. Қалай енді қазір? Қалай 10 минуттай болады? Біз мына жерде көріп тұрмыз ғой, мына жерде Ол 20 может минут. ар жақта, басқа жақта күткен шығар. Біз мына жерде күттік, мына жерде күттік, Бізге мына келгенде жерде қазір 10 минут болды, қазір сұрақ жауап алынып жатыр. 10 минут. 20 минут навигаторды қосқан кезде 20 минут деген осы жерге келгенде. Одан бері 20-25 минут ішінде қазір жібереді. Пока осы жерде күте тұрсаңыздар болады. өтірік сөз өрге баспайтын осыдан білінеді да бауырым. Тада бір сұрақ, сол Баян деген қызымыз ол не оқ бірдеңе атты ма? Жоқ, біз оны оқ туралы оқ атты деп допрос алып жатқан жоқпыз. Просто сұрақ жауап алынып жатыр, қазір жіберіледі. Осы мәселені
Не себептен осы барлық осы қазір белсенділерді, қыздарымызды да, жігіттерімізді да осылай сендер тергейсіңдер. Анағып сендер осындай сөзді тексермейсіңдер. Стрелять на поражение без предупреждения. Ондай сөз кім айтты? Ол жағын біз сізге. Вот так вот. вот жазықсыз адамдарды өлтіргенде құдай дейсіңдер. Оны айтам, Тоқаевтан қорқады ғой, айтуға. Ол тікіле сондай сөз беру. Осы барлық болып жатқанша. Не себептен? Менің ойымша осы президент Тоқаев осындай сөздерді, жаман сөздерді айтпаса, стрелять на предупреждение без поражения, ондай сөз айтпаса, мүмкін осындай жағдай болмаушы еді. Ол бір. Екіншіден, қазір қаншама қамауда жігіттер отыр. Әлі шыққан жоқ. Әйелдері, аналары да жүгіріп жүр. Өлген балдарында аналар жүгіріп жүр. Нағып Тоқаев misal Астанада болып отырып, шықпайды атаналардың алдына. Нағып администрацияның бір адамды да жібермейді. Неден қорқады? Осы ата-аналардан қорқа ма? Бір шындықты айтуға. Осылай деп барлығын. Шындығын айтпай ма Тоқаев? Не себептен оларды қазір ұстап отыр? 7 ай болды міне ұстап отыр әлі. Әлі не ешқандай тергеу болса да әйтеуір менің ойымша баяғыдан уже шешуге болушы еді осындай жағдайды. Ешкім мәжбүрлеп, жәбірлеп жүрмеуші еді. А қазір қаншама адамдар солай жүрді. Ол барлығы айтамыз ғой, ол барлығы мәселе ол Тоқаевтың айтқан жаман сөздері. Өзін елін, өлін жұртын құртқан сол. Сондықтан осындай жағдайға сол Тоқаев алып келген. А енді бізді бәрін тексеруге апарады. Әуелі ол мен айтам, ешқандай мен алған жоқпын. Неде не үшін істеген осындай қалай болды істегіңіз деді. Шыны керек, мен билет алмақ түгілі, немесе бір жерге бармақ түгілі. Онсыздық 24 сәуірде біз бардық қой Шоқан Уәлиханов несіне. Барған кездегі сол айыппұлға маған бүкіл шоттарымды бұғаттап тастады. Мен қызым 2 ай алдама жаяу жүріп келді. Ал ұлым міне Түркістан облысы, Шардара ауданында ауылда болды. Келуге оның да шоттарын бұғаттап тастады. Мысалы ол жете алмай байланыссыз қалдық бәрін жерімізде. Бізде бір тиын қалтамызда онсыздық тиын болмаған. Мен сондағы 3-ші топ мүгедектігімін 37 мың теңге жәрдемақы аламын. Одан басқа ештеңе 37 мың теңгемен отырған адам, одан бүкіл шотымды бұғаттап тастап отырды. Сосын біз амалдың жоқтығынан қызымыз екеуміз шыны керек қазір уақытша саудамен айналысып жаттық. Көшеде, неден. Сол тұрған жеріме барып, полиция қызметкерлері түсіндіреді. Сіз келді да бірінші жай келдім. Осыдан бұрын мен бір жағдайды айтайын. Кеше ғана бір ата-ана мен енді бір сондай случай болып қалды. Розыскта іздеу салынып жүрген, жоғалып кеткен бала бар екен, кәмелетке толмаған бала. Случайно сол бала бірдан мен номерін сұрадым бір жағдайға байланысты. Ол бір номер тастады, атым Жандос деп таныстырған. Сөйтсек ол өзінің інісінің номері екен. Анасы түн жарымда звондап маған ашуланады. Сіз неге балама звондайсыз? Мен айтам, осыны Жандос деген жігіт мен номерімді тастап кетті. Сөйтсек ол бала ойбай деп маған жабысады. Сол Жандос деген мен балам, іздеуде жүрген бала. Сіз көрсеңіз жеке хабарласыңыз деп. Қараңыз қандай сәйкестік. Сөйтіп бүгін қызық болып, бір қызығы сол бала келеді сол жерге. Мен ол жерде ол баланың қасындағы кісіден бірдеңе сатып алған болатын. Қасыма келеді. Сөйтемде мен 40 минут керісінше жедел осы опер қызметкерлеріне көмектестім. 40 минут мен уақытымды әрі өмірімді снеге қылдым да, мен алдымда ананы алдаусыратып тұрдым. Қазір тұра тұрыңыз, мұнда мен алған наушник алғам AirPods қызыма, немен жаңағы бөліп төлейсіз деп тастаған. Соны сылтауратып тексеріп бердім. Сөйттім да опер қызметкеріне хабарласып, мұнда тұрмыз, былай деп, сондағы бір жігіттен көмек сұрап, оны ұстап тұрып, ана опер қызметкер алып кетті, анасына тапсырды. Керісінде ол кісілер Қарасай Батыр ауданынан маған хабарласып, рахмет айтып жатыр, біз сізге барамыз, марапаттаймыз. Мен айттым, марапат ештеңе керек емес, менің азаматтық парызым. Ол ана мен баланы бір-біріне қауыштыру болды дедім. Осыдан кейін арадан 5 минут өткен жоқ, осылай полиция қызметкерлері кетті, бірінен соң бірі. Оған дейін де мен артында көп болды. Келіп жүрді, аңдып жүрді, көліктер де болды, суреттері бәрі бар менде. Бірақ мені еш жерде жұмыс істетпеді. Өйткені мен жұмысқа жарамсызбын, эпилепсиямен алмайды еш жерде. Қоймалары арендаға алдым, жалға алдым. Алған жерінен базардың басшылығы 3 күннен кейін мені қуып шықты. Түсіндірген жоқ, ешқандай түсініксіз ол жерден қуып шықты. Басқа бір цехқа бардым, ол жерде де оның бастығы, директоры
Ресей азаматы Ресейде отырады екен. Олар да мені бүгін шығыңдар, босатыңдар деп шықты, бірақ мен бүгін бар тағы жол. Жарайды, аптаның соңына дейін уақыт берем, шығыңыз дейді. Ешқандай себепсіз, себебін айтпайды. Мен айтам, ақысын төлеп тұрмын ғой, басқа ғой. Не себепті? Бос басқа халықты алып жатсыздар. Солай маған мүмкіндік бермей жатыр еш жерден. Одан бөлек те белгісіз тұлғалар мені базарда, міне Сырдария базарының қасында 1000 мелочи деп тұр, 1000 ұсақ түйек деп жазылып тұрған дүкендегі ер жігіт қазақ азаматы. Аяқ қолымды бұрап мені кәдімгідей ұрды осыған дейін, балағаттап. Сонда оның анасы маған айтты, тиктоктан көріп отырмын сен күйеуіңді сен өзің 6 жылға соттатып жіберіп отырсың деп те айтты. Сондай істерді көрдім. Мен тек қана неден емес, білмеймін, ол жалдамалы адамдар ма, басқа ма. Одан бөлек те анасы мен қызы Магнум супермаркетінің ішінде сен мен аяғымды соғып кеттің деп мені қағып, соғып, таныс полиция қызметкерлеріне хабарласамыз деп, сені неге береміз, тоқта, мен жайлы жеке деректер сұрады. Мен айттым, ақыр таныстарыңыз бар екен ғой, қажет болса өздері анықтап біліп алады. Мен сіздерді күтуге ешқандай істем жоқ деп міндеттемесін. Бүгін не үшін енді айттым ғой, сол нені көрсетіңіз деп. Авиабилет алдыңыз неге? Маған сұрақ жауап алынған жоқ, жаңа алған жоқ. Өйткені мен отырып былай түсіндірдім, өздері де таңғалды да, иә, адекватты жауап беріп тұр. Ешқандай қылмыс несін көріп тұрған жоқ, бізде өздері де таңғалды. Оның несін обалдарын көтермеймін, расында да кінәлай алмаймын. Солай айтты, ендеше бізге бір ауыз түсініктеме жазып кетіңіз. Мен айтам, менің атымнан авиабилет алынған екен, мен қалай оны кім алған? Керісінше маған да керек ол. Қандай неде? Енді дұрыс айтасыз, мен оның рас өтірігін білмеймін, көрген жоқпын. Бірақ полиция қызметкері мен ұстаған кезінде, маған барған кезінде көрсетті, міне деп 650-ге авиабилет Шырымбекова Баян деп тұрды. Екінші не деп, номерлі деп, расында да тұрды ол жерде. Мен таңғалдым. Мен айттым, керісінше маған осы қаулыма не мынау, осы құжатты, растауыш құжатты маған шығарып беріңіздерші, маған керек дедім. Мен өзім Астанаға ұшып бартсам білген жоқпын дедім. Біреу сатып алады сіздің атыңыздан? Менің атымнан біреу сатып алып тұр. Сол билет үшін не сізге кінә тартып? Соны айтып тұрмын, қандай кінә тағып тұрсыздар дедім. Бұлар сұрақ жауапқа жеткізбеді. Содан біреулер хабарласты, астына түсіріңіз. Бірақ бір ренжігенім 5-ші қабатта, осы Бостандық полиция басқармасының 5-ші қабатында 509-ші кабинетте отыратын. Енді түсінген бойынша тергеуші қызметкерлер бөлмесі деп жазылып тұр сыртында. Тергеуші ханым болса керек, аты белгісіз. Мен жаңа сізге сенесінде хабарладым. Өзін таныстырмады, маған орысша сөйлеп, маған айтты, күте тұрыңыз, мен тамақ жеп алуым керек деді. Мен айттым, мен күте алмаймын, кәмелетке толмаған балаларым көшеде, далада тұр, үйге де жеткен жоқ, кеш болды, мен баруым керек қаншамасына, мен күте алмаймын дедім. Заң бойынша 3 сағат деді, ол орысша айғайлап жегіп тастады. Жарайды, мені басқа қасымда бірақ адам алып жүрді. Үлкен денелі жігіт, атпалдай азамат ертіп алып жүрді, мен бір сәтке қалдырған жоқ. Сосын айтты, не деп, сіз күте тұрыңыз, өтініш түсінесіз ғой деді. Мен айттым, жұмыс уақыты ғой, керек болса, қандай тамақ жейтін уақыт дедім. Мен де таңертеңнен бері нәр татқан жоқпын, бірақ келіп отырмын. Түсініктеме жазайын жарайды деп, сіздердің істеріңіз жеңілдету үшін. Ал енді сіздер не істеп тұрсыздар? Жоқ, күте салыңызшы, жарты сағаттан асты, 1 сағаттай өтті. Соны есігін ұрып, боласы ба, болмаса мен басқа қызметкерге барайын, сол кісі қарасын мен ісімді деп. Ол кісі орысша жауап беріп, ұрсып, ерексіп тұрдық несінде. Мен айттым, таныстыруыңызды сұраймын дедім да, себепсіз менің деректерімді жазып отырсыз ғой, мен ісім туралы сұрақ жауап алдым. Мен өзім ісімді білемін деді, орысшалап айтты. Керек кезде мен таныстырамын деді, таныстырмай қойды. Мен айттым, менің құқым бар, кіммен сөйлесіп отқаныма, қандай негізде мені алып келіп отырсыздар, қандай негізде сұрақ жауап алғалы жатырсыздар деп. Толтырып жатқан сұрақ жауап анкетасын сол кезде басшылықтарынан хабарлама келді. Бұл кісілерге бізге 3-ші қабатқа түсіріңіз деді. 3-ші қабатқа барын. Сіз прокуратураға видео үндеу біз қазір қосамыз, сіз өтініш жауап беріңізші деді. Бұл түсінгеніміз прокуратураның тапсырмасы екен. Бұл жерде түсініңіздер ме? Бәсе мен таңғалдым. Мен Әуезов ауданында тұрам. Әуезов ауданында мен алып кетіп отыр. Одан кейін айтам, Әуезов ауданына апарамыз деген полиция басқармасына. Ол жақын ғой, сол үшін мен келіскем. Жарайды, барсам барып түсініктеме жазып кетейін. Мен қылмыс жасаған жоқпын ешқандай. Мен не істедім деп. Тіпті керек болса, ол шеру ма, басқа ма, мен баратын болсам да Астанаға, Нұрсұлтанға, оның қандай қылмысы бар бұл жерде? Мен бір территориядан асып кетпеуге бір жерге қол қойған жоқпын. Екіншіден, мен еш жерде сотталған азамат емеспін. Мен ешқандай құқығым шектелген жоқ. Мен еркім бар ғой, өз еркім де. Мен бірақ оны ерексіп тұра алмадым. Өйткені біріншіден денсаулығыма байланысты. Мен сағат 4-5-ке дейін сыртқа шыға алмаймын ешқандай.
басым деп басымды қысып ойбайлап жатамын. Және осы жерде денсаулығыма байланысты айта кетейін. Мен мынау Асмет 2 поликлиникасы сол жерден жұмысқа жарамсыз жөніндегі 026 анықтамасын алу үшін мен 1 апта жүрдім. Одан бөлек мен сол жерде невропатолог ханым және сол невропатология бөлімінің меңгерушісі қабылдамады, жауап бермеді. Записпен, жазбамен келесі дейді. Жазбаларыңызды айлап күтеміз ғой, өзіңіз білесіз. Қалай мен жазбамен келемін дедім. Маған мен шұғыл түрде келіп тұрмын, маған бірақ анықтама керек болып тұр. Жұмысқа жарамсыздығым жөнінде оны мектеп сұратып жатыр. Бір күннің ішінде жеткіз деп. Соны ала алмадым. Ерекскенде бермеймін деді. Керек болса видеоларда бар, мен олармен ерекспедім. Жарайды деп адамшылық танытып, бір жолға кешіріп, ешқайда таратпадым, жарияламадым. Бұны мен түсінбедім. Бұл жай ғана сәйкессіздік пе, немесе шынымен де бір тапсырыс па? Барлық жерде аяғымнан шалып жатыр, қысып жатыр. Менің қызым да мысалы шаршап кетті. Ол да айтады, анашым кішкене шыдаңыз. Болмаса, мынау не өкімет, не мемлекет, шынымен де қарап тұрсаң, қарапайым халық өзінің жай ғана күнделікті күнін өздері көріп жүр екен ғой. Мемлекет тарапынан кім қорғап жатыр бізді деді. Мынауыңыз не деді. Есіктің артында үлкен полиция, газель кәдімгі үлкен көлік ол да тұрды. Менің сыртымнан бір емес бірнеше рет жүрген таныс кісілер болды. Суретке де түсіріп алдым. Одан бөлек мен балаларым да айтты, кішкентай інілерім балалар да айтты. Анашым жүгіріп келеді. Анда сізді полиция көлігі неден разворот алып дейді, бұрылып жатады да бағдаршамнан. Сол жерден түсіріп жатыр дейді. Сізді қайта-қайта түсіріп кетті. Анау кісі отырған жай қарапайым киімдегі сізді сыртыңыздан суретке түсіріп тұр деп олар байқап қалады, мен емес. Сосын мен күлемін. Біз күзеттеміз ғой, қорықпаймыз, яғни қауіпсізбіз демек, бізді қорғап жүр. Оған да қуанайық деп. Расында да қаршадай қызыммен маған мүмкіндік бермей жатыр. Не болмаса сол айыппұлды алып тастасын басымнан, не болмаса жалғыз асыраушымды онсыз да кінәсіз қамап отыр, яғни ауыр қылмысы айлап шарп берсін, сол асырасын, мен үйде отырайын. Білмеймін мен қайда барам, бұдан ары қарай қалай күн көретінімді түсінбей қалдым. Бірақ сонда да шыдау керек болып тұр. Басқа айтарым жоқ. Білмедім, бірақ мынау Астанаға баратын жөнінде мен айттым, тіпті керек болса маған Астанаға медицина саласынан денсаулығым жөнінде емделуге мен кезекке тұрғам жылдар бұрын. Сол кезегіңіз келді деп хабарласты. Оған мен керісінше бара алмаймын қазір. Мен күз мезгілінде барам. Өйткені мен шоттарым онсыздық бұғатталып тұр. Одан бөлек материалдық жағдайым да жоқ, денсаулығым да жоқ. Тағы бір айтатын жағдай, маған кислород жетіспейді. Мен ол ұшаққа да отыра алмаймын, керек болса да. Сондай, қазір жеке куәлігімді алып қалды, ертең алып кетесіз деді. Таксимен кетіп қалмаңыз деп қалжыңдап жатыр. Неден қорқып тұрғандарын білмедім. Сонда қалай сіздің жеке куәлігіңізді қандай немен себеппен алып қалды? Не деп оны түсіндіреді? Олар ешқандай құқығы жоқ қой сіздің куәлігіңізді алып қалды. Шеруге, өйткені менен бірінші сұраған сұрақ, қайта-қайта сұраған сұрақ не деді? Бұл негізі прокуратураның тапсырмасы деп мен ашық айта аламын. Мен бұл полиция басқармасына кінәлап тұрған жоқ. Прокуратурадан екен хабарласып тұрды. Соларға өтініш айтыңызшы деп видеоға да түсірді, бейне жазба жүзінде жіберді. Ал сол қандай себеп, не себеп дегенде жаңағыдай айтып тұрды. Мен айтамын, ешқандай арандатушы емеспін. Ешқандай бір былық не жоқ. Менің жолдасым жатқаны рас. Оны мен ақтау барысында барғаным да рас. Және менен бір күні сіз болдыңыз ба, қайта-қайта сұрады. Сон бірі деген соң есіме түсті. 1 маусым күні біз прокуратураға бардық қой. Ол жерге Қосай Махамбаев болған, Қосайда болған. Мен айттым, Қосай мырза болған жерде айтып тұрсыз ба? Бір күні прокуратураға барғанымыз рас. Не үшін бардыңыз дейді. Мен жолдасымның ісі бойынша нақты сұрақ жауап алу үшін бардым прокуратураға. Ол жерде айттым, Назар Ыбырайымолдаев мырза шықты, жауап берді сұрақтарымызға. Кәдімгі мен ол жерде ешқандай тыйым салынған жерге барған жоқпын. Сондай жағдайда барғанмын деп жауап бердім. 5-6 рет сұранған осы сұрақ болды. Бұлар деген өзің күйеуіңді жақтама, соттала берсін, үндеме, тыныш отыр деп жан-жақтан кислородыңды жауып отқан себебі ғой бұлар. Білмедім не екенін, бірақ енді ақылды билік халықтың наразылығымен күреседі, ақылсыз билік халықтың өзімен күреседі деген не ғой енді. Мен ойлаймын,
керісінше өздерінен халықпен биліктің дейміз бе, немесе басқарушы биліктің дейміз бе, білмеймін. Мен басқарушы билік, басқарушы үкімет деп айтуға аузымда бармай қалды. Қазір шыны керек бар ғой. Бізді немізді басқарып отыр, немізді қорғап отыр. Сонда мен мынау 92 мың теңге жөнінде сол айыппұл енді айта берсе мүмкін біреу сол 92 мыңды қоймады ғой жырғылып дейтін болар бәлкім да. Бірақ ол біреу үшін сол. Одан бөлек сот орындаушы менен сол сомадан 25% көлемінде менің қызметім дейді. Ол заңда да бар деп оны да көрсетті. Ешқандай да заңда жоқ. Ол сенің күйеуіңді қамап жатса, сен үйде отырғаның ол қылмыс наоборот керісінше. Сол енді оны салып тастады ғой саларын. Олар мен бүкіл семья тыйым да салып тастады. Оны сосын мен не істедім? Кеше 8 күні жаңағы жедел жылдам ақша деп жатады ғой. Онлайн арқылы процентпен үстінде пайызы көп, оның білемін, бірақ сонда да сол жерден мен алдым. Одан сонымен жаңағы шотқа салдым. Солай нені ұстап қалды. Одан кейін жаңа 25%-ын тағы да қанша 25 ма 25 жоқ 25-26 мың теңге көлемінде қазір мен ұмытып қалдым, чек бәрі бар. Солай мен оны да төледім. Өйткені маған ары қарай әрекет ету неге төлемей қойған күнде де не істейсің, аяқ қолың кісенделіп тұр болды. Өйткені менің шоттарым бәрі жабық. Бір, екіншіден менің бала шағам мектепке бару керек. Олар ең болмаса мектеп формасын алып үлгеру керекпіз ғой. Ешқандай канста бар әлі алған жоқпыз. Мектеп формасын алуымыз керек. Бұл оңбағандар деген негізі вообще оқымай-ақ табу керек сияқты. Просто мен вообще түсінбеймін ше. Мысалы сіз авиабилет алдыңыз делік, иә? Сіз шектеу жоқ. Мысалы сіз андай жас қолхат жазған жоқсыз, мен қаладан кетпеймін деп. Мысалы сіз қалаған жеріңізге баруға болады. Мыналардікі просто сылтау болып тұр ғой. Мен енді қазір алдағы істем, ертең оны, ертең егер денсаулығым көтерсе, қазірдің өзінде мен әлі мен 3 дәрі іштім, мысалға, ол мен уже асқазаным, бауырым бәрі онсында әріп бар жатыр. Мен бір кесе ыстық шай ішкен жоқ болатым да. Жаңағы іштегі отырған тергеуші ханымға заланғаным. Біздің істеміз ол бұйрық берді. Мен ерекскен соң 3 сағатқа жауып таста анау неге деді. Бірдеме деп айтты өздерінің несіне, жаңа тордың артын. 3 сағатқа жауып таста бұны деді. Қайта мен білмеймін есімін, 3-ші этажда отыратын басшылықтардың біріндегіне айтты, жоқ деді, кәмелетке толмаған. Ол кісі шақырып алып, кәмелетке толмаған балалары бар. Таңға дейін ұста деген бұйрық келіп еді бізге деді. Бірақ сіздің кәмелетке толмаған балаларыңыз бар. Өзіңіздің сұрақ жауабыңыздан да сіздің ешқандай қылмысқа барып жатқан жоқ екеніңізді көріп тұрмыз деді. Сол себепті қазір үйіңізге жіберейін деп отырмын деді. Ол оның бәрі өтірік. Тас өтірігін білмедім енді негізі деймін да, ол айтқанын айтып жатыр. Біз мына жерде келдік, бізге Баян Сапарбек жоқ деді, сол үшін мен сізден уточнять еттім. Сосын біз 2 адамға тергеушіге звонда деді, екеуіне де хабарластық, жоқ деді. Сол кезде бір тергеушімен сөйлескен кезде мен айттым, біз енді кімсіз дейді, кімсіз Баян. Біз журналистпіз дедім, осылай келіп тұрмыз деп едім. Айтады, олның ешқандай қылмысы жоқ, ол жазықсыз адамды сіздер ұрлап алдыңыздар десем, сіз қайдан білесіз оның қылмысы бар ма жоқ па, сіз күнде түнеп қасында жүрмедіңіз дейді. Иә, солай жүредім дедім. Сон жоқ, бізде Баян Сапарбек жоқ деді ақыр соңы. Бірақтан сөйтіп айтып алды. Енді бізге солай өтірік айтты ғой, сосын біз мына жерде шуладық. Мен сізге қорғаушы іздей бастадық. Сол кезде бір кісі шығып, өзін капитан майормын деді, полиция қызметкері таныстырып, айтты 20 минуттан кейін шығарады деді. Одан бері міне 1,5 сағат па, 2 сағатқа жуық өтті. Бізде айттық, бірақ мен мысалы түсінбеймін, бұл сонда не бассыздық, сіз мысалы кез келгенімізді, яғни бәрімізді отслеживать етіп отырады екенде, біздің қай жаққа баратынымызды. Біріншіден, ол сіздің жеке ақпаратыңыз, мысалға алған кезде, ол база данныктан, ол қалай шығып, оны сонда сіз бір қандай да базада тұрсыз ба, қылмыскерсіз ба, сіздің аңды, сіздің қайда баратыныңызды, қайда жүретініңізді. Қазір сіздің бірнеше құқығыңыз тапталып тұр. Біріншіден, сіздің жеке деректеріңізді алып тұр. Сізді заңсыз мына жерге әкеліп сізге сұрақ жауап алғызып тұр. Сіздің кәмелетке толмаған балаларыңыз бола тұра, өзіңіздің денсаулығыңыз нашар бола тұра, қаншама сағат мына жерде сізді бөгеп отыр. Және сіздің жеке куәлігіңізді алған да ол құқық бұзушылық расымен де. Өйткені сіз мысалы қылмыскер емессіз, сіздің үстіңізден ешқандай қылмыс қозғалған жоқ. Сізге бір парақ қағаз да берген жоқ, мысалы қандай істің аясында сізді. Иә, қазір қайтар деп талап етсек болады. Мен асығыстық кетіп бара жатырмын да, мен айттым, жарайды, қалса қалсын дедім. Ертең апарып береді дейді, апарып береді немесе жаңа мен Астанаға кетіп қалмасын деп тұр ғой, Нұрсұлтанға ше. Иә, соған болып тұр ғой. Сосын айтты да, байқаңыз, таксимен кетіп қалмаңыз деп. Енді былай, мен не үшін бір жағынан ертеңгі күні келсем де, неге келем? Мен енді былай қалдырмаймын ғой.
оның бәрін ненің негізінде, қандай қаулы, қандай да бір негіз болу керек қой, құжат, соларды талап ететін боламын. Қазір мен асықты, өйткені мен балаларым жаңағыдай сыртта істеумен қалып тұр. Соларға асығып тұрмын да, біріншіден, екіншіден кішкене өзім денсаулығымды ойлап тұрмын. Егер мен қазір қатты ашуланып, қатты күшім жұмсап қойсам, мен түнімен ауырамын, ол рас нәрсе. Сосын мен күш жарамай қалам. Бір жағынан біз жаңа жолдасымның апелляциялық сотына қатысып пресс-конференция ұйымдастырылған жатыр едік адвокатпен. Соны істеп жатқанбыз. Ойладым, маған күш қуат керек қазір деп өзім сабырға шақырдым да, қалса қала берсін деп ойладым. Неге? Себебі ертең келіп, соны сылтауратып, мен кірем, соны алуға деп, содан кейін барып мен айтам, ненің негізінде маған соны көрсетіңіздер деп. Сосын мен прокуратураға баруым керек, бірақ ертең үлгерсем, ертең барам, үлгермесем бүрсі күні барамын. Онсыз да жиналып қалған осы мәселелерде шикіліктер толып жатыр. Тергеу барысынан да маған келген жауаптарда да шикіліктер толып жатыр. Тоқаевқа да үндеу жолдағанмын, жеке жолдасының ісі бойынша одан да жауап келді. Оларды да мен жинақтап қойдым. Келген жауаптарға күлкім келеді. Мысалы, жай ғана қалалық әкімшілікке мен барып өтініш жазып кеттім 13 шілде күні. Мен айттым, 11 шілде үкім шықты жолдасымның. Осыған байланысты осы іске қатысты прокурор, прокуратура қызметкерлері, тергеушілер және дәл тергеушінің өзі міндетті түрде және судьялардың басын қосып беріңіз. Мен белсенділермен, журналистермен барып, тікелей эфирде талқыға салайық дедім. Қоғам қайраткерлері, Жарысбек Сәрсенбаев ағамызды және адвокаттарымызды жинап отырып, неге? Өйткені заң бүкіл Қазақстанға бірдей. Біз бір аралда тұрған жоқпыз. Неге Тараздағы дәл осы жолдасыма тағылған баппен айыпқа тартылған кісілер, күдіктілер шартты түрде босатылады? Неге Талдықорғанда дәл солай шартты түрде босатылады да, ал соның ішінде дәл Алматыдағы дәл осы айыппен кінәлі деп танылып отқан күдіктілердің барлығын бас бостандығынан айырып тастайды. Сол мәселені талқылауға алдарына қойып тұрып, мен ешқандай шерусіз, айқай шусыз осылай бетпе-бет отырып, сол сұрақтың жауабын алғым келген. Сондағы келген маған жауабы, кез келген қоғам орнында дөңгелек үстел ұйымдастыра беруге болады деп қойыпты. Мен оларға ескерттім барып, ішкі саясат бөлімі басшылығына барып, жеке түсіндірдім. Ертеңгі күні біз бір жерге жиналып, осының жауабын талап етеміз десек, сіздер барастарда айып болса тастайсыздар, айыпқа тартып тастайсыздар. Сондай болмасын деп, айқай шусыз болсын, міне осындай дөңгелек үстел ұйымдастырып беріңіз деп сұрадым. Сіздер шақыртып беріңіздер деп сұрадым. Бір белгілі уақытты, апелляциялық сотқа дейін уақытты белгілеп деп өтініш жасасам, соған жай ғана бір қызметкерден сондай жауап келе салған. Бұл бір ме, екінші бір қызық жағдай болды. Мен сот отырыстарында, міне өздеріңіз де куәсіздер, сот отырысында мен оған дейін электронды түрде де өтініш жібергем. Одан кейін судьяның қолына жазба түрінде де өтініш жасап, талап тілегімді айтып, сот отырысында қолына ұстатқам қағаз түрінде. Не жасадым? Яғни мен жолдасымды 11 қаңтар күні кешкісін ұстаған, алайда олар 12 қаңтар күні кешкісін 21:40-та ұстадық деп отыр ғой. Соған дәлел ретінде жаңағы 11 қаңтар күні кешкісі ұсталған кешкісінгі уақытты Алмалы аудандық полиция басқармасының ғимаратында биллинг жасауын сұрадым. Биллинг жасап беру. Яғни телефоны бойынша анықтайды екен. Ол азаматтар сол қай жерде болған жөнде. Сол да бір дәлел болар еді деп өтініш жасап ұстатқам. Судьядан сұрадым жауабын. Иә, біз сұраныс жібердік, жауабын күтіп жатырмыз деген еді. Алайда маған Еговтан 14:14-тен жауап берген екен. Ол бірақ 14:14-те маған хабарлама ретінде келген жоқ. Бір қызығы, әдейі уақытты ұтушығар бұлда. Мен өзім Еговты әзірдегенде ашып, қарасам, жауап тұр. Кімнен десеңші, дәл сол айыптап отырған тергеуші Ескендір Байсерік жауап берген ғой. Ол әрине өзінің кінәсін, өзінің айыбын жауып үшін, ол оны болдырмайды онсыз да. Керісінше, соның айыбын, соның жауып отқан кінәсін әшкерелеу мақсатында мен сұраныс жібертіп отырмын. Ал ол кісі болса, түсініксіз бір сауатсыз жауап берген. Ол іс материалдарына тіркелу керек, бірдеме түсініксіз бір қызық іс материалдарында тіркеледі деп түсініксіз жауап. Міне осыларды алып мен прокуратураға барғалы жатқанмын онсызда. Енді сауатсыз, надан, қоғамға пайдасы жоқ, сондайлар жұмысқа алады ғой. Сосын жаңағы жығылмай жатып ойбайла дейді, сен Астанаға кетіп қалмау үшін, сен кете алмайтыныңды олар біреу білсе де, біреу білмесе де, қойшы оны рисковать етіп, жолшы өз ұстайық деп, сен удостоверениеңді